Ғылыми майдан. Имам Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. Қоғамдағы жалған идеяларға ғылыми тұрғыдан жауап беру. Идеямен үн қату маңызды екенін Низамул Мүлк жақсы білді. Сондықтан да ол Ғазалидің айналаны жақсы танып білгенше ғылыми пікірталастарға араласпауын қалады. Әуелі қарсыласты танып білу керек. Ғазали осы уақыт ішінде мен айналамды танып болдым деген ойға келді. Жүрегінде тағы бір дерт бар еді. Ол түні бойы мазасыз күймен алысып, іштей бір шешімге келді. Таңертең уәзірмен кездескісі келетінін айтып, оған Ихсанды жұмсады. Мәртебелі уәзірмен кездесіп әңгіме барысында Ғазали, басқа ешкімге айта алмайтын, тек сізбен кеңесе алатын бір мәселем бар деді. Уәзір Низамул Мүлк қорқып кетті. Оның ойына мың түрлі ой келіп кетіп жатты. Басын изеп, жалғастыруға ишара жасады. Уайымдамаңыз, мәртебелі уәзір, бұл неке мәселесі. Низамул Мүлк терең күрсініп. Сен мені қорқыттың, балам. Сөйтсем қуанышты іс екен ғой, бұл істің уақыты келді, тіпті өтіп бара жатыр. Айтшы, ол кім? Саид Қазы Мырзаның қызы Нұрбану, мәртебелім. Балам, сен өте лайықты, әрі қиын есікті қағыпсың. Мұны Саид Қазы біле ме, қыздың да келісімі бар ма? Бұл туралы бірнеше күннен бері Саид Қазы Мырзаға айтуды ойлап жүрмін. Бірақ оған өзім айтуым орынсыз болар, мәртебелі мырза. Дұрыс айтасың. Саид Қазының есігін көп адам келіп, тіпті сұлтанның туыстарының бірі Нұрбануды сұрағаны туралы хабарың бар ма? Естідім, олар ұсыныстан үзілді кесілді бас тартқандарын өздері айтты. Саид Қази Мырзаның қызы алу Бағдаттан сарай сатып алудан да қиын іс. Балам, Саид Қазының балалары бір-бірінен өткен асыл, Нұрбану саған өте лайық. Әуелі Саид Қазыдан сұрауымыз керек. Уәзірмен сөйлесіп иығына ауыр жүк түскендей болып Ғазали өз шаруасымен айналысып жүрді. Арада бір шама уақыт өтсе де, уәзірден еш хабар болмады. Кеш болса, жалғыз сарайбақтарын аралайтын әдет шығарды. Бірде қараңғы кеште, аяқ астынан шу шығып, күзет сарбаздары ары-бері жүгіріп жүр. Қазы Мырзаның кеңсе жағында адам көп, у-шу дауыстар шығып жатыр. Ғазали қызметші Ихсанды не боп жатқанын білуге жұмсады. Сәлден соң Ихсан қайтып келіп, Мырза, уәзірдің кеңсесіне кіріп шығып жатқан адам көп. Өзіне кездесе алмадым. Не болғанын білесіз бе, Ихсан? Хасан Сабақтың адамдары біздің сарай айналасында жасырынып жүріп ұсталған сияқты. Ғазали уәзірдің өзіне айтқан сөзін есіне түсірді. Алдында Хасан Саббақты тергегенін, бірақ ештеңе таппағанын айтқан. Арада тағы бірнеше күннен кейін уәзір кездесуге шақырып жатыр деген хабар жетті. Жүрегі алқынып айтылған жерге жетті. Уәзір Ғазалиге көзінің қиығымен қарап сөйлей бастады. Балам, Құдай жар болсын. Саид Қазы мен оның отбасы мәселеге дұрыс қарап отыр. Қызымыз Нұрбану да сенің ұсынысыңды қабыл алды. Жақсылықпен аяқталады деп үміттенемін. Ғазалидің уайымы біраз басылды. Низамул Мүлк сөзін жалғап. Ертең таңертең біз сапарға аттанамыз. Құдай қаласа келген соң тойды өткіземіз деді. Сосын Низамул Мүлк алдындағы кітапты Ғазалиге беріп, менің кітапты тексеріп берші деді. Уәзір сапарға кеткен соң, Ғазали ғылыми жұмыстарға белсене кірісті. Алдағы күндері Бағдат айналасындағы ғалымдар жиналған ғылыми кеңес өтпекші. Ғылыми кеңес басталмай тұрып, әр аймақтың ғалымдары сұлтанға сыйлықтар беріп, үлкен құрмет көрсетіп жатты.
Ғаззали болса Низамул Мүлк берген кітапты оқып шығып, егжей-тегжейлі талдау жасады. Ғалымдар жиналатын күнде келді. Жиналған көп ғалым кеңес мүшелері өз орындарына отырды. Ғылыми пікірталастар үлкен ынтамен тыңдалмақ. Ортаға, Алла тағала тек ең пайдалы, ең ізгісті жасауға мәжбүр ме деген сұрақ тасталды. Ғалымдар бұл мәселе бойынша өз көзқарастарын айтқан сайын, алшақтық ұлғая берді. Мутазила ағымының ғалымы дауысын созып: әрине, Алла тағала ең пайдалы және ізгі істерді жасауы керек. Өйткені басқаша пікір адамның үмітін үсіп, іс-әрекеттерінде жақсылықтың орнына жамандық жасауға итермелейді. Бұл біздің дініміз бұйырған нәрсе емес деді. Бір сәт үнсіздік орнап, өзара сыбыр-сыбыр басталды. Осы кезде бір ғалым бұл пікірге қарсы шығып, былай деді: біз Алла тағалаға қалайша мәжбүрлікті міндеттей аламыз? Бұл ұлы Раббымыз бізге осылай істеуге міндетті, мәжбүр дегенді білдірмей ме? Ол барлық мәжбүрліктен пәк деді. Тағы бір ғалым қатты дауыспен: біз Алла тағалаға мәжбүрлік жүктеу біздің міндетіміз емес. Алла тағаланың өзі бұл міндетті өзіне лайық деп санады. Біздің міндетіміз оның еркіне бағыну деді. Пікірталас ушығып, екі түрлі көзқарас даулар мен пікірталасқа ұласты. Әркім өз пікірін аяттар мен хадистерден дәлелдер келтіріп қорғап, ешкім өз пікірінен бас тартпады. Пікірталас тұйыққа тірелген кезде Ғазали сөз алып тұрып сөз сөйледі.